Сыйымдылықтары 3 және 2 микрофарадтық екі конденсаторды тізбектей жалғап, оларды 400 вольттық кернеуге қосады. Енді осы екі конденсатор бойында бөлінетін кернеулігі нешеге тең болады? Мысалы, мына бірінші конденсатор C1 3 микрофарад болса, оны тізбектей C2 конденсаторына 2 микрофарадқа жалғаймыз. Осы екі тізбектей жалғанған конденсаторларды біз 400 вольттық батарейкаға қосамыз. Енді әр конденсатордың бойында ток былай ағатын кезде, мына конденсаторды V2, мына конденсатор V1 кернеулік бөлінетін кезде, осы 400 вольт ол біздің V1 қосу V2 болады. Енді әр конденсатордан тізбектей жалғанған кезде өтетін заряд мөлшері бірдей болғандықтан біз Q тең C1 көбіту V1 яда Q тең C2 көбіту V2-ні жазсақ болады. Осы жерден C1 көбіту V1 ол тең C2 көбіту V2. Осы жерден қатынасы C1 3 көбіту V1 тең 2 көбіту V2. Микрофарадтарды бірден қысқартқандықтан 3 V1 тең 2 V2 деп жазуға болады. Осы жерден V1 мысалы тең 2 V2 бөлінген 3 болады. Енді V1-ді мына формулаға қоятын болсақ, бірінші теңдеуге ол бізде 400 тең 2 V2 бөлінген 3 қосу V2 болады. Осы жерде 400 тең 5 V2 бөлінген 3. Бұл жерде V2 3 көбіту 400 бөлінген 5-ке. Ол бізге 80 көбіту 3 240 вольтты береді. Енді V2 240 болатын болса, V1 бізде 240 алынған 400 алынған 240 ол 160 вольтты береді. Жауап Е.